Müzikальный мәдениет жеткізген ал Қытайымыз ба бәріміз тұлға бейнелі өзбек әлі мәдениетімізге тигізген үлгісі дейді. Өзбек әлі Жәнібеков жаңа да айтып кетті ғой, кім Әлібек мұғалім. Қазақ мәдениетін жаңғыртуға зор еңбек сіңірген қоғам қайраткері, ұлттық мұраны жаңғырту, яғни ұлт бола бастаған жаңағы айтып кеттік, салт дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарға біріншіден жасады ол кісі. Одан кейін тарихи мұраны жаңғырту, музей, бүкіл театрларға үлкен үлесі қосты, ұмытылып бара жатқан музейлерді дамыта бастады ол кісі. Өнер мен руханияттың қолдау және театр, музыка, халық шығармаларында қолдау білдірді. Жалпы қолға енді өздеріңіздер жаңа айтып кеттік, бәрі сосын барын айта беріп керек жоқ деп ойлаймын. Өзбек әлі Жәнібековтің қазақ мәдениетінің қайта өркеніне негізі болды, ұлттық рухты көтеріп, тарихи жанрды жаңғыртты. Тамаша. Қазақ жастарына білім мен ғылымға үндеуі, үкімет қазақтың жастарын, оның ішінде қыздарын қой бағуға, трактор айдауға мәжбүрледі. Және оны талап етті. Яғни сол кездегі идеология бойынша қазақтарды жоғары шығармау деген бір мағына түрінде. Қой бағудан басқа дәрежесін көтеру. Одан дәреже ары қарай оқытпаудың мәселесі ғой бұл жерде. Өзбек елі бұған қасқайып үкіметке қарсы шыққан екен. Мәдени ошақтарын ашты. Оның ішінде кітапханалар, драма театрлар, мәдениет үйі, ауылдық жерлерде клуб ашқан, Торғай таң атты облыстық газет жарық көрді. Қазақ тілінде арқалықтан сөйлеп тұрмыз атты облыстық радио іске қосылған болатын. Сонымен қатар, жаңа біз айтып өткендей драма театрын ашты. Ол драма театр ашуының өзі бір тарихы бар. Мәскеуде, Алматы қаласында бірнеше студенттер бір топ сол оқу орнын бітіріп отырған актерлар басқа облысқа барайын деп отырғанда, бірақ ол облыс оларды дайындауға Талдықорған дайын болмаған. Сонда өзінің дипломатиялық шеберлігі арқылы бұл кісі осы жас актерларды баспананы берген, бұларға өзінің жаңағы театрға жоқ театр ғой, сол театрды салдырып тұрған театрды жөндеген, бар құрал жабдық театрға керектің тағы басқа бір облыстағы, бір зауыттағы өзінің таныс бір комсомолда бірге жұмыс істеген әріптесіне сол кісі арқылы алдырып, осы драма театрына шыққан. Торғай әуендері фестивалі шықты. Сақ дәуірінен басталып, 4 кезеңнен тұратын музей ашылған болады. Енді одан кейін бізге мәдени майдан ұғымының мән мағынасын түсіндіріп өту керек. Мәдени майдан дегеніміз тікелей соғыс емес, бұл рухани, идеологиялық, ақпараттық күрес алаңы болып табылады. Оның ішінде тіл, дін, салт дәстүр, әдебиет өнер, дүниетаным үшін күрес және ғылыми ізденіс мәдени майданның ішіне кіреді. Сонымен қатар 3 жылдың ішінде ол кісі 79 кітап дүкенін ашқан. Торғайда. Сол Торғай облысында. Сонымен қатар әуежай, автовокзал, темір жол, пошта, аурухана, қонақ үй деген пединститут, екі арналы оқу орны, жобалау институты, филармония, жаңағы біз айтып өткен драма театры, музейлер ашқан осы кісінің. 3 жылдың ішінде өзінің сол басқаруының арқасында. Кішкене мерзімнің өзінде үлкен бір мәдениетке қол жеткізуге болатынын дәлелдеген майталман саясаткер деп айтуға болады. Неге майдан? Өйткені ол соғыс емес, бірақ дегенмен ол сол кездегі идеологияға қарсы шыққан, сондықтан сол майдан болды. Рухани Өзбек әлі Жәнібековтің тарихи рөлі. Енді сәлемдесіздерме. Тарихтың рөлі деген мәдени музейлерді қалпына келтіру, мәдени музейлер деген сөздерді білесіздер ғой. Өзбек әлі Жәнібеков 1970 жылы қонаевтың тапсырмасымен Торғай даласына келеді. Өзі жұмысын сол жерден бастайды ғой.
ырылдаған сары ұшақпен қонақ әкеліп тастайды. Сол мәдени майдан сол жерден басталады. Сол жерде не істейді? Торғай даласы ұлыған қасқыр ит байласы тоқтамайтын жер. Ол кезде не істейді? Ол кісі ең бірінші қазақты қалпына келтіріп, ол біздіңше бірінші қазаққа ең керегі тіл, дін, мәдениет, рухани жаңғыру. Ол кісі ең бірінші келгенде біздің мәдениетіміз 1920 жылы кеңес үкіметінің құрғанынан басталмайды. Біздің мәдениетіміз сонау анау тас ғасырынан бастап жаңағы айтады ғой, атты алғаш рет үйреткен жаңағы ботай тұрағынан басталады деп сол жерлерден бастайды. Яғни сол мәдениетті осы Торғай даласынан бастайды. Соны музейлерді қалпына келтіру, жаңағы жерде музейлерді ашу, сақ дәуірінен қалған бүкіл жәдігерлерді, бүкіл құралдарды, аттарды, рәміздерді ер тоқымнан біз атты осы жерде үйреттік деп үзен қолынан бастап сол жерде көрсетеді. Бірінші. Екінші, ұлттық құндылықтарды жаңғырту, қалпына келтіру. Ұлттық құндылық дегеніміз адами код. Адамның өзінде рухани, егер ішінде жаңағы өзінің мәдениеті, өзінің салты, дәстүрі, тілі болмаса, онда адам жай ғана бос таңғырлаған шелек сияқты екен. Не құйса, соны сіңіріп жүре береді. 13 жасқа дейін адам өзінің мәдениетін, өзінің ерлігін, өзінің ұлттық салт дәстүрін өз бойына сіңірмесе, адам онда тұлға болып қалыптасуы қиын екен. Соны айтып тұр. Ұлттық дүниені 1970 жылы сол Торғай даласына келді ғой, сол жерден бастайды екен, қолға ұстайды. Мынандай болады деп көрсетеді ғой. Үшінші, тарихи ескерткіштерді қалпына келтіруде. Тарихи ескерткіштер дегенімізде ол біздің оңтүстікте орналасқан жаңағы Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауи, Айша Бибі, Домалақ Ана, осылай сияқты барлық орыс кеңес өкіметінде қалдырап қалған бүкіл өзімізге керекті ата-бабамыздан қалай келе жатқан құндылықтарды, тарихи ескерткіштерді ол кісі сол кезде не істеді? Қаражатын бөлгізіп, жұмыстарын істеді, бір кірпішінен бастап, соны алмай, соны керісінше аяқтың астындағы қолдан бастап, аспаннедегі, үстідегі шатырға дейін жөндетті, қалпына келтірді. Соны айтады. Ол тек қана оңтүстікте емес, Торғай даласында, Арқалық қаласында барлық, Ақмола облысындағы бүкіл ескерткіш, мәдени ескерткіштер қалпына келтіріп, былай айтқанда көзбен көріп, қолмен ұстайтын рухани жаңғыру. Төртінші, бізде алаш қайраткерлерін ақтады дейді. Алаш қайраткерлерін ақтады деген Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, кімдерден бастап? Мағжан Жұмабаев, осы Жүнісбек Аймауытовтан бастап сол кісілердің ақтады деген сөз, ол кісілердің жазған еңбектерін ақтағанын айтып жатыр да, ол кісілердің жазған еңбектерін мектеп бағдарламасына кіргізді. Ол кісілердің жазған еңбектерін мектептегі бастауыш сыныптарға, одан кейінгі сыныптарға, керек болса колледж, университеттерге ол кісілердің еңбектері, нағыз еңбектер, ол кісілер репрессияға ұшырап кетсе де, ол кісілер нағыз өшпессіз қалдырған деп, сол кісілерді ақтап, рухани, мәдени жаңғыруларға өз үлесін қосты. Өзбек Біздің топқа келген автор шығармасындағы ұлттық мүдде мәселесі қалай көрініс табады дейді. Біз бұл жерде 4 тарауға бөлдік. Ұлттық рухты сақтау, мәдениет үшін күрес деп, ұлттық өнерді қолдау және тіл және сана мәселесі деп қарастырдық. Енді бұның ішіндегі ең ұлттық рухты сақтау кезінде ол жаңағы Торғай жеріне жер аударылады ғой, сол кезден бастап өзінің ісін бастады. Оған дейін де ол қазақ артистеріне театрларды, драма театрларды ашуға, қазақ сыныптарын ашуға, жаңағы нелерді орысшаланып кеткен, не дейміз ғой, жарнама атаулардың бәрін қазақша атауды ұсынып жүрген. Сол жерден бастап бұл не дейді? Ұлттық рухты сақтай, өзіміздің қазақтандырайық деп, мысалы қазақ ауылында орыс сыныбының ешқандай керегі жоқ. 40-45 бала отырған жерде бірде-бір орыс тұрғыны болмаса да, сол кезде орыс сыныптары ашылған екен. Ондағы мақсат дейді, сол елді мекеннің басшыларының балалары оқиды дейді. 3 бала, 4 бала. Ал қазақ сыныбында сыймай 40-45 оқушы отыр дейді. Міне осы мәселеге ол кісі басты назар аударып, орыс сыныптары жабылып, қазақтың балалары кең өздеріне керекті жаңағы білім сапасын көтеруіне үлес қосқан екен. Қазақтар тек қана мал бақпайды,
деп ұран жатқан екен. Мәдениет үшін күрес, мәдени жаңағы бұл халық арасында қарулы соғыс емес, мәдени соғысты ашқан екен рухани. Енді ұлттық өнерді қолдану, жаңағы театр, радио, сонау торғай жеріне Шәмші Қалдаяқовты алдырып, жаңағы арқалықтың ақтаңы әнін шығарыстарын жаздырған. Радиолар, сосын тарихи тұлғалардың, жаңағы Мәшһүр Жүсіптің, Наурызбай Батырдың кесенелерін бәрін қайтадан қалпына келтіріп, торғай даласындағы сондай шаруаларды атқарған. Тіл және сапа, жаңағы бұқаралық ақпарат, газеттер, радиолар, жаңағы қазақ сыныптары, ауылды жерлерін айтыңызшы. Сосын сонымен бірге Өзбекәлі әрбір шаңыраққа өзі аралап, тазалыққа, экология мәселесін сол кезде қолға алған екен. Үйді қоршап, үйдің айналасына тал егуді бастаған екен. Сосын әрбір шаңырақ жерде отырып тамақтанбау керек, оларға кәдімгі дөңгелек үстел жасап берді деп абай мысалға берді. Сондықтан әрбір кәдімгі сол бір кезде енді шалғай жатқан елді мекендегі ауылдарды араласа, сол өз ауласында жаңағы қидың, тауықтың қиы, малдың қиы, үйіліп төгілген, міне осының бәрін, неге бұның бәрін қолға алмасқа деп жаңа басшыларға қатаң ескерту жасалған екен. Мәдениет мәжбүрлеуден басталады деп осындай кіші мәселеден бастап үлкен істерге ұласқан ғой. Жақындағы бір ғана ауылды жасай салайық, сол көрсете саламыз деп айтқан, оны ешқайсына тыңдалмай, әрбір торғай даласындағы үйді ауылды аралап бүкілін 4-5 үйден тұратын шалғай ауылдарда да кәдімгі радио қолға алынған. Жалдамалы моншаның өзін алып келді малшылар. 50 тұрғыннан асқан елді мекендерге ай сайын жаңағыдай моншасы болу керек, жағылатын клубы болу керек, денсаулығына назар аударуымыз керек деп осы мәдениетті көп мұндағы ой орысшаланып бара жатқан, тілді орысшаланып бара жатқан дінді, мысалы балалар, жасөспірім балаларды ата-анасы қазақ бола тұра орыс сыныбына берейік, орысша білсе өлмейді деген ұғыммен алыстату үшін күрескен ғой. Бұл кітапта мемлекет қайраткері Өзбекәлі Жәнібековтың қызметі мен болмысын экзистенциялық талдау жасалған. Өзбекәлі жайлы естеліктер мен оқиғалардың сараптамасын жасай отырып, ондағы мәдениет саласындағы жанкүйерлердің күресі жайында баяндалған. Мәдениеті жұрдай деген сөз естігенде кеудесі кір бастырмайтын Өзбекәлі тесік таппай қалатын жерге кіретін деп өз жазады. Сонда Болгарияда үлкен мәдени үлкен жарыс сайыс болады. Сонда қазақ АКСР-ның атынан ешқандай бір өнері жоқ, оларды мәдениеті жоқ деп ешкім түсінбайды. Сонда бірде Мәскеуге қоңырау шалып Өзбекәлі, неге біздің өнеріміз бар, мәдениетіміз бар, неге қатыспаймыз деген кезде, сендер қосымша қосамыз деген кезде, жаңағы басшылар айтады, сендер 2 сымды бір аспаптарың бар еді, соны әкелсеңдерші дейді Болгарияға. Сонда бізде 2 сымнан басқа би өнері де бар деп, үлкен осы бишілерді дайындап Болгарияда жеңіске жетіп келген екен. Ол да тарихта үлкен ой бір орын алады. Мәдениетке керемет үлес қосқан. Қазіргі несі өзің осы Арыстанбапқа қарамағансыз. Құрметті әріптестер, осы Өзбекәлінің біздің тарихымызда алатын, мәдениетімізде ұлттық құндылықта алатын орны ерекше. Өздеріңіз білесіздер, торғай өңірінің дамытуының өзіне үлкен үлес қосқан. Тіпті Алматыда газет журналдардың бәрін вагондап әкеліп халыққа таратқан, өзі қолымен радио таратып берді малшылардың бәріне ауылдарлар. Сол кезде өзінің досы Шәмші Қалдаяқов торғайға қонақ болып келген кезде 10 күн 2 бөлмелі пәтерге қамап қойып, торғай туралы ән шығарасың, болмаса кетпейсің оңтүстікке дейді. Сол кезде осы 10 күн жатып, торғай таң атты әнді Шәмші әнін жазып, Өзбекәлі сөзін жазып, Мұхтар Шахан жазып, әнін кім жазған? Шәмші Қалдаяқов. Осы ән торғайда туған. Ал назарларыңызды осы әнді ұсынамыз. Сіздер де бірге қосылып айтсаңыздар. Yeah.
Бұл автор бойынша шығармаларға назар аударсаңыздар, алдарыңызда әңгімелердің үзінділері жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар, бұл автордың шығармасы үзінді қысқаша әңгімелерден тұрады. Ендеше бірінші топ сіздерге Даяқ ащы әжелер мектебі әңгімесі, екінші топ Кер төбел мен түйе қоңыз, ниет біздің ауылдың наурызы. Үшінші топ тізгін тағдар, ашу сұрау, көкен таныған күрең айғыр. Төртінші топ жұрт жылы байыған патша рәсімі бәйге деп аталады. Яғни тапсырманың шарты әңгіменің негізгі идеясын ашу, ұлттық болмыс пен рухани құндылықты таныту әңгімедегі автор көтерген әлеуметтік ойды жеткізу бізге. Құрметті әріптестер, мұнда бұл кітаптың өн ойы осындай шығармалардан тұрады. Өте қысқа шығармалардан. Бірақ сол бір бетін оқысаңыз да өміріңізге азық аласыз. Осындай құнды ақпараттар алдарыңызда тұр. Тарқатып ашып берсеңіздер. Жеті минут дайындалған. Vaktimiz аяқталып қалды. Автор көтерген әлеуметтік ой. Ашу сұрау шығармасы, жалпы бұл шығарма туралы айта кетсек, ол жерде Асан деген аңшы кісі туралы айтады. Ол кісі керемет өте мықты және әйгілі бір аңшылардың бірі болған. Және оның ұлы болған 15-16 жасар. Сол өз ұлын аңға өзімен бірге алып кетіп олға істеді. Сол бір күні ол екеуі аңға шығып бара жатқанда, ұлы өзімен бір досын бірге алып кетеді. Үшеуі атқа мініп кетіп бара жатқанда бір жазатайым оқиға болып қалады. Жаңағы ұлының досы қаза тапады. Сол себепті енді жазатайым оқиға болғаннан кейін әкесі ауылдың
ақсақалын шақырып ауылдың ақсақалына барады, ауылдың беделді бір ақсақалына. Сол ақсақалға айтады, жазым оқиға болып қалды, жеткізу қиын болып тұр, жаңағы қайтыс болған баланың әкесінің ашуын сұрау керек болып тұр деп айтады. Сонда ақсақал сұрайды, ол қалай болған оқиға, жазатайым болды ма, бәрін айтып береді, жазатайым оқиға болғанын айтады. Содан кейін әкесіне барғанда солай, иә, толықтырып кетсек, жаңағы ашу сұрау дейді ғой. Қазақта ашу сұрау деген бар. Және жазатайым оқиға болған кезде баласы қандай жағдай болды барлығын түсіндіріп айтады. Сол барады әкесіне ауылдың ақсақалы киіз үйге еңкейіп кіріп, бас салау беріп айтады. Енді ол кезде сүйіншік деген белгілі ғой. Барлығы адамның эмоциясынан, көңіл күйінен көрініп тұрады. Айтыңыз не болды дейді. Сол кезде барлық оқиғаны айтар екен. Қырда, жонда не болған, сол дүниені айтқаннан кейін отырған. Енді айтады ғой, иілген басты қылыш кеспейді. Кешірім сұрап, алдына ашуын сұрап келіп тұрғаннан кейін, ол кісі кешірген екен. Енді оны былай айтсақ та болады, жалпы қазақ даласы емес, жалпы түркі жұртымыз бұл ашу сұрау дегенді кеңірек айтқан кезде, бұл Шыңғысхан заманда да болған. Шыңғысханның үлкен ұлы және Жош қайтыс болған кезде не болады? Жош қайтыс болған кезде Найман Кетбұға деген жаңағы жыршы, жырау сол заманда өмір сүрген кісі. Барлығы дәті бар ма Шыңғысханның алдына баруға, соны қазасының өмірін болған оқиғаны жеткізуге ешкімнің дәті бармаған. Сол кезде жаңағы Найман Кетбұға деген кісі қолына жаңағы осы кезде домбыра дейміз, домбыра дейді, басқа аспап дейді, соны алып шығады да Найман Кетбұға ақсақ құлан туралы күйді ойнайды. Сол кезде күйдің құдіретіменен Шыңғысхан оны түсінеді. Жалпы қазақ даласында бір өлімді жеткізу үшін бір нәрсені, сарказм дейді ғой, жылмайлап жаңағы бір нәрсені жайлап жеткізеді. Бізде қазақ даласында бір нәрсені ресми айта салмаған, оның да өз нәрсесінің орны болған, қазаның, ашуының әдеби салт дәстүрімен көшпенді мәдениет болғаннан кейін оның бәрін өзі салтпен келген. Соны айтады деген сіздерге. Ашу, жаңағы ашу сұрау дегеніміз сол. Ол да қазақтың бір дәстүрі жаңағы біздің ұмытылып бара жатқан. Ол біз қазақтық емес, ол ана келе жатқан ана түркі. Иә, осы ұлан-ғайыр далада өмір сүріп жатқан түркі тектес, түркі тілдес халықтың, жалпы дала халқының, дала мәдениетінің салт дәстүрі деп айтуға болады. Ашу сұрау. Және сондай Шыңғысханға жеткізеді ғой. Жеткізген кезде Шыңғысхан оны түсінеді де, домбырасына қорғасын құй дейді. Сол кезде ішек үздік кетеді. 7 шек дейді, 4 шек дейді, сол кезде 2 шектен қалған дейді. Сондағы Шыңғысханның ашуы сол күй арқылы жаңағы ақсақ құлан арқылы кетеді екен. Жігін тақтады, бұл жерде Зейнелқабыл деген қарияның Зейнелқабыл деген қарияның несі Ақкөңіл мәрттігі туралы айтылған. Яғни Кертөбел мен Түйеқоңыр деген екі ат болады. Соның иесі Нәби мен Әлдібекті екеуінің жаңағы Зейнелқабыл деген қарияның үйіне қонаққа шақырады екеуі. Сол күні бәйгеден орын алған. Сол жаңағы Түйеқоңырдың құрметіне жаңағы ақсақал өз жалғыз түйесін береді. О бірінші орын келген үшін. Яғни кейіннен ол кісі дүние өткеннен кейін де осы ақсақал туралы ауылдың азаматтары айтып отырған. Сосын бұл кісі дүниеден өткенде де жаңағы жолдың басына жерленген екен ең алғаш болып. Неге өйткені ат дүбірін естіп жатайын деп. Яғни сол кісі дүниеден өткен күнінде Кертөбел басына барып тұрған деген әңгімелерде естілген екен. Көкен танығын күрең айғыр деген, бұл жерде әкесі туралы әкесінің әңгімесінен айта кетеді. Алтайдың Айғыржал деген жотасында бала мен жаңа Кітапбай деген екі жылқышы жылқы бағып жатады. Яғни бала жалғыз қояды да Кітапбай деген кісі кетіп қалады. Сол кезде жылқыға таңға жақын қасқыр шабады. ұйықтап жатқан кезде. Енді әрі қарай сол қасқыр шабу туралы әңгіме болады. Әжелер мектебі Даяғашы Ұларбек Нұрғалиевтің Даяғашы деген әңгімесі берілген екен.
ашы деген жалпы бұл жарыс ат жарысын, бәйге жарысын ұйымдастырмас бұрын даяқ ашын ұйымдастырады, яғни оған тізім жасайды, содан кейін сондай бір науқан бар екен. Даяқ ашы деген жалпы 70 атқа дейін бәйгеге қосылады. Соның 70 аттың жарысы демек 30-ға жуық ат соларға бәйге тігіледі екен. Яғни осы 30 аттың ішінде бірінші, екінші келетін аттар болады. Сол бірінші келген атты 30 адамнан бөлек атты ұстайтын адам өзі қаншама адамның ортасында бөліп тұрады. Сол адамды даяқ ашы деп атайды екен. Даяшы деген сөзден шыққан. Олар қырарлықпен жаңағы келе жатқан, бәйгеге келе жатқан бір шатты санап тұрады, қарап тұрады. Яғни бәйгеге жақындаған бетте жаңағы сулығына ұстап адамдарға сүйіш айтады екен. Сөйтіп оған берілген жүлденің оған қасына тайынша немесе қой қосылып келсе, сол даяқ ашынікі болады екен. Сол бәйге біткеннен кейін барлығы жаңағы қой сойылып, өздері ары тойлауға кетеді. Не даяқ ашы деген қазақтың көріккендігі даяқ ашыны таңдаған кезде осы қоғамдағы белсенді адамдар, ел сыйлайтын адамдар, тіпті ауылында қаралы хабар болып, бір кісі қайтыс болған қаралы болып, мысалы әйелінен айырылып жүрген ер адам болсын, міне қырағылықпен осылай таңдап, ол адамды өмірге деген құлшылығын арттыру мақсатында әртүрлі санаттағы адамдарды таңдайтын болған екен. Яғни біз естігенге дейін, осы күнге дейін қолданыстарымызға даяқ ашы атқа байланысты ат ағаш, мама ағаш деген келетін сөздерді соған байланыстырып қойған. Оның мағынасы осы. Бізде келесі әңгіме бұл әжелер мектебі. Бұл жерде кішігірім әңгіме айтылған, яғни бір үйде болған бала тәрбиесіне қатысты әңгіме. Ауылдан әжесі, 70 жастағы әжесі келеді, қонаққа сол кезде ауылды жерлерде ет дайын болған кезде барлығына қолына су құйылады ғой. Сол кезде қалалы жерге қонаққа барған кезде қолына су құймай барлығы тұрып кетіп жатқан кезде жаңағы 70-тегі әжесі айтады: біз қалаға келдік екендер, қолымызды шаюды неге біз ұмытып жатырмыз? Қанекей қайтадан отырыңдар деді да, жаңағы үйде жүрген ерке бала, ерасы берген баланы шақырыңдар, неге жүр? Неге ол берген рахметін алмай, рахметтің батасын алмай, қалай адам болады деп ойлайсыңдар деп жаңағы барлығын ойландырып тастайды. Сол кезде барлығы қайтадан орындарынан отырып, ерасы да бұртиып келіп, жаңағы өзінде бір қызық киініп алған дейді, жаңағы үстіне майка киіп алған дейді, сосын соның киімін жақтырмай ма деген сияқты, киімін жақтырмай тұрған сияқты ма, сол баланы шақырыңдар, қолымызға су құйсын дейді да, соны шақырады. Сөйтіп барлық кісілер, үлкен кісілер рахмет, жаңағы сен оқуда озат бол деп барлықтары жаңағы тілектерін аямай айтып жатыр екен. Сөйтіп тағы да бір әңгімесінде айтады, бұрын баланың тәрбиесіне жаңағы қазақ халқы қалай жаңағы мән берген. Қазіргі кезде мысалы баланы тәрбиелеу үшін былай істеу керек, мынандай психолог болу керек, оны былай тәрбиелеу керек деп айтса, ал қазір бұрынғы қазақ кісілер балаларды осы тұрмыс тіршілікпен жұмсау арқылы, бата беру арқылы, үлкендердің салт дәстүрін барлығын үйрету арқылы тәрбие берген ғой деген сияқты әңгіме болады. Бұрынғы кезде, қазіргі кезде мысалы қонақтар келсе, баланы бөлмесіне кіргізіп жіберіп, қонақтар кеткен кезде шығасын деп тәрбиелесе, қазіргі бұрынғы кезде керісінше оны шақырып, қонақтар кеткен кезде алдынан балалар шыққан дейді, балалар келген кезде оған батасын берген дейді. Сол арқылы бала көпшіл болып өсек, барлығын араласа алады деп, сондай баланың тәрбиесі туралы айтып кетеді. Сосын қайтатын кезде тағы да қолдарына Ерасыл әжесінің сөзін естіп, Ерасыл уже үйреніп алған дейді, суда қайтадан құйып, барлығын батасын алып, соған қуанып жүреді. Яғни әжесі сол Ерасыл деген баланың әкесі доктор наук болған екен. Ол кісінің үйрете алмаған көп өнегелі ісін, үйрете алмаған тәрбиесін сол жарты сағатта келген әжесі келіп, соны тәрбиелеп кетті дейді. Сөйтіп, үлкен кісілердің батасын алған, үлкен кісінің тілектерін алған бала, ол жақсы болып өседі дейді. Яғни бұл жерде бала тәрбиесі туралы айтылған, яғни балаға салт дәстүрді, тәрбиені насихаттау арқылы балаға үлкен тәрбие беруге болады. Өте дұрыс айтасыз. Осыған біз қазіргі таңда мән беру керекпіз. Ескілердің әңгімесін естіп өскен
жеткен бала есті болады деп кез келген қонақ келген кезде балаларымызды шақыртып қолына су құйғызып есті әңгімелерді естіртіп отырсақ балаларымыз да есті болады дегенмен дәл осы әңгімені біз арнайы таңдап алған болатынбыз. Үйіне қонақ келсе балалар есігін жауып алады да өздері компьютерде отырады. Ана жерде бір жарым сағатта әжесі қандай керемет тәрбие беріп отыр. Берілген тапсырма Кертөбел мен Түйеқоңыр әңгімесі ниет біздің ауылдың наурыз атты әңгіме. Бірінші қысқаша нақты негізгі идея ұлттық болмыс пен рухани құндылық автор көтерген әлеуметтік ой. Нақты біз бір сыпыра бір сөзбен қорытындылап өтеміз. Атауы Кертөбел мен Түйеқоңыр негізгі идеясы қазақ үшін жылқы жай ғана көлік емес, ұлттық символдың бірі, ұлттық болмыс пен рухани құндылық. Еркіндік пен тектіктің символы, оның ішінде көшпелі мәдениетін, ұлттық болмысты сақтауға негізделген. Автор көтерген әлеуметтік ой адам мен табиғаттың байланысы, еңбекке, еңбек пен жауапкершілікке, төзімділікке тәрбиелеудің бір маңызы болып табылады. Келесі біздің ауылдың наурыз, бұл жерде негізгі идеясы наурыз ол жаңару мен жақсылықтың бастауы, көктемнің келуі, бірлік татулық, адамдар бір-біріне жақсы тілектерін айтып, реніштерін ұмытып, келесі өмірге жақсы қадаммен басуы. Ұлттық болмыс рухани құндылық, ұлттық салт-дәстүрдің тәрбиелік мәні. Автор көтерген әлеуметтік ой, ұрпақ ұлттық рух беру. Келесі шығармалар бізде ниет болып табылады. Ниеттің негізгі идеясына келетін болсақ, кеңпейілділік, жомарт әрі қонақжай қасиетін паш етеді. Ұлттық болмыс рухани құндылыққа келетін болсақ, ақ ниет адамды биік етеді және адамгершіліктің өлшемімен байланысты. Автордан көтерген әлеуметтік ой ол ниет тазалығы және адамгершілік мәселесі. Соның ішінде шығармада жақсы ниет пен жаман ниеттің айырмашылығын атап көрсетеді. Ниет деген әңгімеде үлкен қазанға су құйып кір жуамыз деп дайындап жатады. Сол кезде қонақ келіп қалғанда шәугімге шай қой дейді, қыз айтады, неге біз шәугімге қайнап тұрған су бар ғой деген кезде баста мен оны кір жуам деп ниеттеніп едім. Біз оны кірдің су болып кетті. Қазақтың бір шәугім шайы бөлінбеген еншісі деп содан қалған екен. Бір досым әкемнен дейді, бір құнаны сұрап келеді дейді, бірақ әкесі айтады екен, мен оны жиеніме атаймын деп ниеттеніп қойған дейді. Сіз жиеніңізге басқасын беріңіз, маған беріңіз дегенде, мен оны ниеттеніп қойдым оны ішімнен дейді. Яғни сол ниет ол басқаша болмайды. Жақсы нәрсе ниеттеніп қол жеткізе алмай тұрсаңыз да, ол ісіңіз жоғары жақтан істелген болып саналады. Біздің шариғатымызда да жазылған, Патшаның рәсімі деген, бұл патшаның рәсімі деген қысқаша ғана әңгіме, өзі патшаның рәсімі деген. Бұл жерде негізгі ойлар, яғни билік пен байлық кәмелет емес екенін, әділдіктің нағыз құндылық екенін және адамгершілік ең жоғары қасиет екенін осы әңгімені оқу арқылы өзімізге білдік десек болады. Бұндағы жұт жылы байырған әңгімесіндегі бастап, бұл 91 жылы Қытайдағы Алтайдың Шіңгіл дейтін ауылында болған оқиға жайлы жай мазмұндап өтейін. Мұндағы жұт кезінде жаңбырлы боран болған кезде халықтың бәрі бір-біріне ел бар, жұрт бар деп бір-біріне сене отырып, қонысын жазда жайлауға, қыста қыстауға көшіп жүрген. Бірақ соның өзінде де жұт болған кезде елім бар, жерім бар деп бір-біріне сене отырып көше берген. Бірақ соның өзінде жауынды күні ит пен бала құтырады дегендей, бүкіл жаңбырлы боран болған кезде тек қана киіз үйдің керегесі мен уығы тұрса да, көрпесіне тамшылап жатқан боранды көрсе де, елім бар, жұртым бар деп бір-біріне сеніп қоныстанып жүре берген. Соның өзінде де кедейдің жеті қаңтарығы бар дегенде, сол ауылда көршіміз Рамазан деген кісі болатын. Ол кісі соншалық өте жақсы, мейірімге толып өскен, жаңағыдай жарық, кең адам болғандығы, өзімен бірге келе жатқан 30 қойы сол бір күнде жұт келіп, бәрі де бір тұяқта қалмай жойылып кетсе де, елім бар, жұртым бар, ешқайда қалмаймын деп жаңа жай барақат отыра береді. Сол кезде біздің қазақтың салты жылу,
бір-біріне жылу беру, яғни барлық халық жиылып сол Рамазан көршіміздің ешқандай малы қалмады ғой деп өздерінің басында бір тұл болсын мал болмаса да өзінде жоқ болса да өзгеде болсын деп жаңағы малдардың бәрін алып келген кезде жаңағы Рамазан деген кісі де 30 малын жоғалта отырып халықтың яғни елдің жұртының көмегімен 100 малды болады. Сол кезде оны мазақ қала енді кез келген адамның аласта құласы да болады ғой. Жаңадай мазақ еткендей қылып 30 тұяғынан айырылып 100-ді болып отырсың қандай керемет деген секілді мысқыл сөзбен де айта отырған. Осы әңгіменің тобықтай түйінін айтатын болсам, бұл жұт жылы байыған әңгімесі ол мәңгілік тақырып. Заманы өзгерсе де адамдық пен пайда күнемдік тартыс ол қазіргі заманда да бар. Яғни осы замандағы сол кездегі жұт кезінде байыған біздің 21 жылда осы өзіміздің өмір сүріп жатқан қазіргі 21 жылы бізде карантин кезінде де 20 теңге тек қана тиын тұратын масканы адамдар ақшаға құнығып, біз оны кез келген аптекадан таппай, мысалы ол кезде де тура осы тақырыпты осы кезеңде де өткердік. Бұл деп отырғанымыз адам жұт кезінде өзінің шын бейнесін көрсете отырып адамгершіліктен асып та кетуі мүмкін. Мұндағы жалпы айтқысы келіп отырған бұндағы тақырып қанша қиыншылық кезең өтсе де адамгершіліктен аспау керек. Бәйге әңгімесінде жаңағы негізгі ой намыс пен жігер, әділдік мәселесі, бақ пен еңбек. Бәйге адамның шынайы мінезін ашатын сәт, және шынайы жеңіс бұл әділ жолмен келген жеңіс деп Ал әріптестер қорытындыласақ, жалпы енді қорытындылай келгенде бұл педагогиканың ұлт жобасының өте ауқымды екендігін екі авторға да тоқталып өтсек, атын шықпаса жергілікті деп бір ғана жақсылық, бір ғана қоғамға үлесімізді қосамыз да кереметтей болып шалқайып жүреміз ғой. Бұл жерде өзбек әлінің қоғамға, дінге, тілге қаншалықты еңбек сіңіргенін өкінішке орай қазіргі жас ұрпақ біз білмейміз екенбіз. Міне осындай үлес қосқан адамдарды осы керемет жоба арқасында біз біліп жатырмыз. Және де мынау даяғашы әңгімесінде сіздерге оқуға кеңес береміз. Өте осындай ұмытылып кеткен салт дәстүр, әдет ғұрып, бүкіл дін мәселесін дәріптейтін, адамның тұла бойына қажетті салт дәстүр, қазақилықты дамытатын әңгімелер осы кітапта айтылады. 8-ші рет басылым болып шығып жатыр екен осы даяғашы кітап. Біз енді біліп отырмыз ғой. Енді бастауыш сыныпқа ұсыныс ретінде мынандай айтқымыз келеді. Өте қысқа әңгімелер. Осыны балаларға оқытсаңыздар өте керемет әңгімелер екен. Ұлттық құндылықтармен сусындап өнеге тәрбие алатын керемет әңгімелер деп ұсыныс білдіреміз. Ал енді әріптестер әрбір топтан бір ауыз сөзбен осы жобаны қорытындыласаңыздар, не түйдіңіздер, не алдыңыздар, қандай ұсыныстарыңыз бар деген секілді. Осымен біздің жобамыз тәмам. Енді бұны қысқа айтуға да болмайды негізі бұны. Неге десе, біз енді Кереймен Жәнібекті құрған қазақ хандығынан бері Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы бар. Осы дәуірде қорасыз қой бағып, мылтықсыз аң аулап, алтайлап көшпен болып жүрген уақытсыз. Ол кезде неміз біз өзіміздің тәртіпсіздерімізді түрмеге отырғызбай, ала жіппен байлап алтайлап жүрген уақытсыз. Мына жақта оңтүстіктегі Қытайлар, солтүстіктегі орыстар бізге қарап таңқалады. Түрмесіз жар-жайлап, түрмесіз қыстап, түрмесіз алтайлап кеткен халықпыз. Ал осы мәдениетті, осы салт дәстүрді бізде өзбек әлі Жәнібек ағамыз алып келді. Ол кісі қалай айтты? Ол кісі мәдени майдан ашты. 1960 жылдан бастап ол кісінің еңбектері, ол кісінің істеген істері 70 жылдан бастап Торғайда 80 жылдан бастап Алматыға келіп Қазақ КСР-ның мәдениет министрінің орынбасары істеп барлық өңірлерге өзі беріп жаңағы өзіміздің хаттарымыздың, өзіміздің абыздарымыздың, өзіміздің батырларымыздың Наурызбайдан бастап, Бөгенбайдан бастаған барлық батырларымыздың көшесін, ескерткіштерін, мәдени мұраларын қалыпқа келтіріп, бүгінгі күнге дейін солар әлі тұр. Сол кісінің ерлеген еңбектері. Мен не айтқым келеді, қазіргі бізде айтады ғой,
ана жиреншебектің сөзі бар ғой, арық атқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау дейді. Дер кезінде ұрпағыңа тәрбие бермесең, қате келгенде сол жау дейді. Ұрпаққа дер кезінде ұлттық дәстүрмен, ұлттық салтымызбен білім беріп, ол кісінің фундаментін, ұрпағымыздың фундаментін ұлттық құндылықпен бекітсек, ал академиялық білім ол негізгі шығын болып табылады. Ал біз егер ол кісілерге бастауыш сыныптан бастап ағылшын тілі, басқа тілден берсек, салт дәстүрді ұмыттырсақ, ол білім емес, ол жай ғана көзбояушылық табылады. Ал соның негізгі дәлелі біздің Өзбекәлі Жәнібекіміз оңтүстікте туған адам, ол кісі деген құлай атамыз бір рудамыз, Құрбан атадан. ал ол кісілердің жаңағы ол Өзбекәлі Жәнібектен мәдени майданменен жаңағы ойлаңызшы, сала мектепте шыққан оқушының бүкіл қазақ даласынан, бүкіл кеңес өкіметіне жаңағы цивилизация дейді ғой, дамуда болып келді бізге. Мәдениетті неден бастау керек? Біздің құндылықты неден бастау керек? Сол кісі әкеп бізге үйретті. Рахмет сізге. Осылай атсалысқандарыңызға үлкен алғыс білдіреміз сіздерді. Ұлт үшін, ел үшін, жер үшін, балалар үшін атсалысып жүрсіздер. Рахмет сіздерге. Кітап оқитын әулеттің тізіміндегі 15 кітапты да сіздерге оқуға кеңес беремін. Өзім кітап оқитын әулетке қатысып жатырмын. Әр кітап өте бір керемет таңдаумен алынған, расымен ұрпақ тәрбиесіне, отбасындағы баланың, ананың үрегіне керемет кеңес беретін шығармалар, кітап оқитын әулеттегі шығармалармен де таныс болыңыздар.